Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Тоқаев Қытай, Ресей, Қырғыздар, түркмендер, Әзербайжандар, жалпы Қазақстанның шекаралас мемлекеттері және олармен қалай байланыс жасап отырмыз, міне осыған байланысты мәлімдеме жасады. Тоқаевтың не айтқанын қараңыздар. Ресей Қазақстанның бұрыннан келе жатқан негізгі стратегиялық серіктесі әрі сенімді одақтасы. Қытай елімен ықпалдастық тамыры да тереңде жатыр. Қытай халқы қазақ халқына ешқашан зиян келтірген жоқ. Болашақта да зиян келтірмейді. Алатауды тең жайлаған қырғыздар бір туған бауырларымыз. Ежелден еншілес өзбек ағайынды өз ағам деп қадір тұтамыз деген болатын. Бұл Тоқаевтың жалпы билікке келместен бұрын дипломат деп мақтауын астады, қаншама адам. Қазақстанға енді дипломат керек, Назарбаевтың тұсында әйтеуір шекарамызды шегендедік. Бірақ Тоқаев енді әлемге Қазақстан танытады, дипломат деп. Европада Біріккен ұлттар ұйымында үлкен қызмет атқарғандығы да белгілі. Бірақ енді Тоқаевтың осы жерде айтып отырған мына сөзіне мән беріңіздерші. Қытай халқы қазақ халқына ешқашан зиян келтірген жоқ. Болашақта да зиян келтірмейді. Әрине Тоқаевтың бұл сөздері, бұл президент ретінде, мемлекетті басқарып отырған адам ретінде бұл дипломатиялық сөздер деп есептейік. Ал қытайлар қазақ даласына, мына біздің даламызға неше рет басып кіруге ұмтылғанын тарихтан тізбелеп тұрып айтып берейін. Біздің заманымызға дейінгі 138 жылы Чан Цзян деген Удидің елшісі мына батыс мемлекеттерін зерттеу үшін, ғұндарға қарсы одақ құру үшін саяхатқа аттанады. 10 жылға жуық уақытқа созылған саяхатының нәтижесінде бүгінгі Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан жерінде орналасқан ежелгі мемлекеттер туралы, соның ішінде үйсіндер туралы зерттейді. Сөйтіп еліне оралғаннан кейін Чан Цзян дейтін саяхатшы императорға айтып барады. Осындай ел бар. Ол өте жауынгер, ғұндарға қарсы одақтас болатын керемет мемлекет дейді. Бұл үйсіндер мемлекеті болады. Бұл Қазақстанның аумағында өмір сүрген ежелгі мемлекеттердің бірі. Қытайлардың саясатының нәтижесінде ғұндар мен үйсіндердің арасында үлкен түсініспеушілік пайда болды. Үйсіндердің елінде билік үшін талас басталып, нәтижесінде бір жағы ғұндарды, бір жағы хан империясын, яғни қытайларды жақтады. Ал итогын айтайықшы, итогында нәтижесінде біздің заманымызға дейінгі 51 жылы үйсіндер елі тарих сахнасынан кетті де, ол Қытай елінің бір протекторатына, бір аймағына айналып шыға келді. Бір уақыттары дүние әлемге аты әйгілі болған үйсіндер мемлекетіне Қытайдың бір протекторатына айналды. Біздің заманымызға дейінгі 51 жылы. Қытайлар бұнымен де тоқтамады. Біздің заманымызға дейін ғұндарды түбегейлі жер бетінен жойып жіберу үшін үлкен әскер аттанды. Нәтижесінде ғұндар әлсіреп бүгінгі Қазақстанның территориясына келді. Осылайша бұл аймақта, мына бүгінгі Тараз, Талас аймақтарында қала салуға кіріседі. Ғұндардың көшбасшысы ол кездері ғұндардың азғантай бөлігін алып көшіп келген қазақ даласына. Ол Чжи немесе Шуже деген Шанюй болатын. Алайда бұны да жайына қалдырмады қытайлар. Біздің заманымызға дейінгі 36 жылы Талас шайқасы дейтін атақты шайқас бар. Кейбір деректерде осы шайқастың кезінде мына Марк Крастың тасталқан болып жеңілді ғой Парфиядан. Битва при Карри дейді ғой. Сол шайқастың кезінде аман қалған римдіктердің бір бөлігі осы ғұндардың жағында шайқас дейді, яғни черепашка сияқты, ниндзя сияқты, тасбақа сияқты сауыттар ұстағандық туралы айтады. Енді оны бір деректерде Александр Македонскийдің кезіндегі мына Александр Эсхата сияқты ең шеткі аймақтарда қалдырған легиондарының бір қалдығы деп есептейді. Жалпы айтқанда біздің заманымызға дейінгі 36 жылы Талас шайқасы болды да, ғұндарды бұл жақта да тыныш қоймай, мына біздің Тараз, Талас аймақтарында үлкен алапат шайқас болып, Чжиді тасталқан қылып жеңеді қытайлар. Бұл бірінші деп есептеңіз, қытайлардың қазақ даласына келуі. Одан кейін қытайлардың қазақ даласына келуі бұл араб халифатының күшейген тұсында еді. 751 жылы дәл сол Тараз Талас аймағында тағы да Атлах шайқасы болады. Немесе кейбір деректерде Талас шайқасы деп атайды. Осы шайқастың нәтижесінде Тан империясының әскері талқандалып, қытайлардың экспансиясы батысқа жасаған, қазақ даласына, Орта Азияға жасаған жорығы кейінге шегеріліп қалады. Тіпті мыңдаған жылға кейін шегеріледі. Бұны екі деңіз. Үшінші, бұл қарақытайлардың қазақ даласына келуі. Қарақытайларды көбінесе Қытайдың солтүстігінде көшіп жүрген көшпелі тайпалар дейді. Енді бір бөлігі бүгінгі қытайлардың, негізгі біз Қытай деп атап жүрген атау осы қарақытайлардан пайда болған дейді. Жалпы айтқанда, мына Ляо патшалығы құлағаннан кейін, сол Ляо патшалығының ханзадаларының бірі Елуидашы дейтін адам 1141 жылы мына Қатуан дейтін далада атақты Санжар сұлтанның әскерінің тасталқанын шығарады. Мұсылман әлемінің алтын сақадай әскері тасталқан болып жеңіліп, мына қазақ даласында, Өзбек жерінде, бүгінгі Қырғыз территориясында мекен еткен үлкен Қарақытайлар дейтін мемлекет құрылады. Бұны үштеңіз. Одан кейін Шыңғыс ханның жорықтары болды, Әмір Темірдің жорығы. Одан кейін мына біздің аймақтар әлсірей бастаған кезде
тарих сахнасына тағы да сол қарақытайлардың көршілерінің бірі манчжурлар күшейді де, ол тек Қытайды ғана жаулап алып қойған жоқ, 1644-тен бастады, 1683-ге дейін жалғасты. ақыр аяғында олар Қытайдың тасталқанын шығарып, Мин империясының тасталқанын шығарып, енді көрші мемлекеттерге жорық жасай бастады. Олардың әскерінің қатарында әсіресе қытайлар көп болды. Қытайлар 1757 жылдары шамамен соңғы билеуші Әмір Сана өмірден өтті. Жоңғар хандығы жер бетінен 1758 жылы түпкілікті жер бетінен жойылды да, бұл Шығыс Түркістан аймағында Шыңжаң дейтін аймақ құрылды. Сол Шыңжаң аймағында қытайлардың бір әкімшілік аймағы құрылып, енді олар қазақтарды өзіне тәуелділікке түсіруге тырысады. Абылай ханның былайда жасаған саясаты нәтиже бермеді. Әмір Сананы өзінде паналатқаны оған Қытайлардың ашуын туғызды. Цин үкіметінің оны беру талап етті, бірақ Абылай хан бермеді. ақыр аяғында 1757 жылы орыс бекінісінде Әмір Сана аурудан қаза тапты, өмірден өтті. Оған да сенбеген қытайлар Әмір Сананың мәйітін көрсетіңдер деп талап қойды. Ресей үкіметі 1758 жылы Кяхта дейтін бекіністе Әмір Сананың мәйітін көрсетті Цин үкіметінің адамдарына. Осылайша 1758 жылы жоңғар мемлекеті жер бетінен жойылып кетті де, 1757 жылы Абылай хан амалы қалмағаннан кейін қаптаған Қытай әскеріне, Цин үкіметінің әскеріне қарсы тұра алмасын түсініп, 1757 жылы Цин үкіметінің билігін мойындайды ресми түрде. Тіпті аманатқа баласын да жібереді, Әділ Сұлтанды. Осыдан бастап бірде Қытайдың, бірде Ресейдің билігін мойындай отырып, Абылай хан тәуелсіз саясат жүргізді дейді. Міне сіздерге қытайлардың қазақ даласына сонау біздің заманымызға дейінгі 138 жылдан бергі тарихын тізбелеп тұрып айтып бердім. Бір уақыттары біздің ата-бабаларымыз үйсіндер хан империясының протектораттығына түсті, яғни тәуелді мемлекетіне айналды. Одан кейін араб халифатының тұсында Қытай әскері амалсыздан кері шегінуге мәжбүр болды. Қазақ даласындағы мына мемлекеттер қарлықтарды отарлауға, жаулап алуға шамасы жетпеді. Амалсыздан 751 жылы Атлас шайқасында жеңіліс тапты, кері шегінді. Одан кейін Қарақытайлар қаптады қазақ даласына. Бүгінгі Қарахандар мемлекеті тәуелділікке түсті. Осы далада бүгінгі Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстанның аймақтарында үлкен Қарақытайлар мемлекеті пайда болды 1141 жылдан кейін. Одан кейін қазақ даласына мына манчжурлардың жаулаушылық жорықтарының нәтижесінде Цин империясы құрылып, 1757 жылы сол Қытай жерінде құрылған ал империя Цин империясының билігін Абылай хан мойындаған болатын. Міне бұл үлкен тарих, біздің өткен тарихшы ретінде сіздерге тарих тізбелеп тұрып айтып беріп отырмын. Ал Тоқаевтың жасаған мәлімдемесіне келетін болсақ, бұл жерде Тоқаев айтып отыр, халық пен халықтың арасында ешқандай зиян келтірген жоқ. Яғни бұл жерде мына мемлекеттер бұл билеушілердің жаулаушылық жорықтары. Яғни халық пен халықтың арасында әрқашан достық байланыс болған және бола да береді. Тек таққа келген билік иелерінің ойы өзгереді әрқашан. Олардың біреу жаулаушылыққа бейім болса, бірі достық байланысқа бейім болады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, Тоқаевтың пікірімен келісесіздер ме? Қазіргі кезде айтып отыр ғой, Қытаймен өте жақсы байланыстамыз. Қытайдан Қазақстанға төнетін ешқандай қауіп жоқ деп отыр. Сіз осы пікірмен келісесіз бе? Тоқаевтың осы ұстанымымен келісесіз бе? Тоқаев дипломат ретінде бір амалын тапқаны ма демек? Қалай ойлайсыздар? Қытаймен тіл табысудың керемет амалын тапты ма Тоқаев? Енді өткені қанша жыл дипломат болған адам ғой. Қалай ойлайсыздар?